Сәлем достар, бүгін кешкі асқа форель балығын дайындадым және рецептісімен сіздермен бөлісемін. Балықты тазалап, бөлшектерге бөліп, 4-5 сағат бұрын тұз, бұрыш және паприка салып маринадтап қоямыз. Маринадталған балықтарымызды ұнға аунатып, азғантай мөлшерде май құйып, табада екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Орташа отта балықтарымызды қызарғанша қуырамыз. Оның піскені міндетті емес, қазір тағда толықтай пісіретін боламыз. Неке бір жағы пісті, енді ауылдарып, келесі жағында дәл осылай қуырып аламыз. Балықты қуырып болдық, енді тағамды пісіруге кірісеміз. Пиязды және сарымсақты уақыттап турап аламыз алдын ала. Және де қызып тұрған отта табамызды қойып, үстіне май құйып, бірінші осы пияз бен сарымсақты қуырып аламыз. Үстіне азғантай мөлшерде бір шай қасықтай ұн саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Тұз және қара ұнтақ бұрышын саламыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне сүт және де клегей, яғни сливки құямыз. Үстіне дәл осылай балықтарымызды орналастырамыз. Үстіне лимонның согын құямыз. Ерекше дәм береді. Және де бетін жауып, жарты сағаттай орташа отта балықты пісіреміз. Гарнир дайындаймыз. Қажетті заттардың барлығын дайындап қойдық. Пиязды және сәбізді осылай 4 бұрышты етіп уақыттап тураймыз. Және қызып тұрған майға бірінші пиязымызды қуырып аламыз. Содан кейін күрішті салып, жақсылап барлығын майда қуырамыз. Күрішті майда осылай жақсылап қуырып аламыз. Сол кезде күріш жабыспай, бір-біріне жабыспай, шашыраңқы болып піседі. Үстіне сәбізді және мұздатқыштан алынған горохты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз және үстіне жүгері саламыз. Күріштен кішкене ғана асып тұратындай су құямыз және қайнағанша қатты отта, содан кейін отымызды басып, жай отта пісіріп аламыз. Тағамымыз дайын болды. Енді әдемілеп дастарханға ұсынамыз. Балықты осылай ыдысымызға салып алғаннан кейін үстіне қалған соусты құйып шықсаңыз, өте дәмді болады. Және қонақ дастарханында да екінші тағам ретінде ұсынуға болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Ас болсын.